бүгінгі күнге дейін поезд әлі дайын емес. Бұл кісілер енді айтуынша поезды жоқ деп отыр. Міне мынау Моншаныкі поезді 2021 жылғы. Мынау үйдікі. Мен Қазақстан президентін Тоқаевтан көмек сұраймын. Сол әдемде тұрмасам, осы үйді өзім-ақ деп бұзып тастаймын. Кейбір жердегі қазан шұңқырлардың тереңдігі соншалық ыстықтасаңыз суға түсіп алуға болады. А вы довольны этой дорогой? Нет, конечно, 2 часа едем. 2 часа. 40 километров 2 часа, да? А вы вот по жизни повидали худшую дорогу, чем этот? Нет. Құрметті достар, біз бүгін өте өзекті мәселе бойынша жолға шықтық. Елімізде туризм саласы кенжелеп қалғаны барлығымызға белгілі. Дегенмен, сюжетімізді бастамас бұрын ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев осы мәселе жөнінде не айтады екен? Құлақ түрсек. Шын мәнінде туризм жаһандық экономиканың өте маңызды және өзекті бағыты. Бұл әлемдік экономиканың қарқынды дамуына тікелей ықпал етіп отырған сала. Инвесторлар үшін тартымды саланың бірінде осы туризм. Жалпы қазіргі уақытта туризмді мұнай өнеркәсібімен салыстыруға болады. Президенттің өзі айтып отырды, туризм 3,7%-дан табысы былтырғы 3,2%-ға төмендеп кеткен. Бұған кінәлі әкімдіктер деп өзі өткендегі жиында айтты. Июньнің басындағы жиын жасады, сол кезде айтты. Мүмкін жасанды кедергілер бар шығар, мүмкін сол бюрократизм басым шығар бізде. О баста жасалған 49 жылдық келісім бар. Енді заң бойынша бәрі документтер болу керек, дұрыс қой, да? Енді если бы сейчас упрощенное государство что-нибудь сделали, упрощенное, не такие там столько-то документов, чтобы создать, чтобы какой-то туризм открыть, сейчас какое-то дело открыть, человек, когда начинает бегать эти документы собирать, у него желание пропадает. Дұрыс қой, да? Бізде солай. Енді сондықтан кішкене государство осындай нелерді, қағаздары уменьшили бы, тогда бы, конечно, бәрі алдында да біз тоже заң бойынша бара алмаймыз ғой. Бізді тексереді тоже прокуратура. Біздің үстімізден тоже антикоррупционный финансовый полиция тұрады постоянно. Дұрыс қой? Енді мен жаңадан келіп жатқан адам, 2,5 ай істеп жатырмын. Осы тоже бір жыл істеп жатырмын сол неде, туризмде. ИП Мажара мен біздің ұлттық табиғи парк бұйратауының арасында шарт болды. Ол шарт 2020 жылы 15 мамырдан бастап қол қойылып, заң күшіне өтті. Шарттың өзінің нелері болды, істейтін жаңағы обязанностьтар. Бір жыл ішінде ИП Мажара бізге ұлттық паркқа проектный сметный документация дейді ғой, соны бізге должны бізге көрсетіп, бізге согласование беруге. 2021 жылы 15 мамырға дейін жаңағы поезд бізге келу керек. Бірақ бүгінгі күнге дейін поезд әлі дайын емес. А негізі шарт бойынша ол 2021 жылы, жаңа айттым ғой, 15 мамыр деп, сол уақытқа дейін дайын болу керек. Дайын емес жерге үй салып жіберді ме? Олар, получается, енді қараңыз, жаңағы шарт бойынша олар бізге проектный сметный документацияны береді, согласованияға. Біз оны қараймыз, тексереміз. Бәрі дұрыс болса, заң ретінде біз оларға өз немізді береміз, рұқсатымызды. Мұның проектный сметный документация дұрыс екен, бәрі жақсы. Одан кейін проектный сметный документация, бұлар шарт бойынша проектный сметный документацияға не керек? Экологическая экспертиза. Бұл экология норм бойынша дұрыс па или бұрыс па. Одан кейін жаңағы заключение егер де положительный болса, одан кейін ғана олар жаңағы проектный сметный документация бойынша жаңағы өз нелерін, туристік объектілерін салады. Бірақ бүгінгі күнге дейін мен жаңа айттым ғой, проектный сметный документация жоқ, соответственно, экологическая экспертиза тоже жоқ. И олар 2020 жылдан бастап жаңағы без айтқанда жаңағы құжатсыз толықта жұмыс істеді. Жұмыс бастаған. Жаңағы объекттерін салып тастаған, туристерді қабылдаған. Сонымен 2023 жылы былтыр біз күзге қарай біздің осы облыстық экономикалық сотқа арыз жаздық, о расторжении. Өйткені жаңағы документтері жоқ. Біз айтқанда бұл кісілердің жаңағы салған
объектілері сержант жұмыстары заңсыз болып саналады. Сосын біз сотқа арыз жаздық. Сотты біз бірінші инстанцияны ұтып алдық. Сот жаңағы договорды признал на расторжение. Бірақ одан кейін бұл кісілер апелляцияға берді. Жаңағы соттың шешімі ол кісілер келіскен жоқ. Одан кейін бізге олардан не келді? Ұсыныс келді. О мировом соглашении. Біз өз немізді кінәмізді мойындаймыз. Біздікі дұрыс емес. Бізге уақыт беріңіздер. Жаңағы проектный сметный документациямызды жасап алып келеміз сіздерге на согласование. Одан кейін бәрі дұрыс болса, біз жаңағы экологический экспертизаны аламыз. Одан кейін акт ввода в эксплуатацию деген болады документ. Ол жаңағы документ акт ввода деген, жаңағы өз сөзі айтып тұр ғой, акт ввода деген. 1 мартқа дейін осы жылдың ол кісілер бізге проектный сметный документация мен экологический экспертизаны бізге даже бөлек көрсетуге. Бірақ ол әлі істелінген жоқ. А 1 июльға дейін, 1 шілдеге дейін уже акт ввода эксплуатация болу керек. Бүгінгі күнге дейін ол кісілерден жаңағы не проектный сметный документация, не экологический экспертиза и акт ввода эксплуатация қойларында жоқ. Театр киімілгіштен басталады. Ал туризм неден басталады? Меніңше инфрақұрылымнан, жолдан басталады. Әлемдік тәжірибеде ұшақтан түскен соң 2 сағатта жете алатын жердің барлығына лайық болса туризмді дамытып, туристер тартуға болады дейді. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай, жолдың сиқы мынау. Бұл жерден сағатына 1 я болмаса 2 ғана көлік өтеді екен. Кейбір жердегі қазан шұңқырлардың тереңдігі соншалық, ыстықтасаңыз суға түсіп алуға болады. С Молодежного до Жансары это 42 километра. Да, у меня 2 часа. 2 часа? А вы вот по жизни повидали худшую дорогу, чем этот? Нет. Я пожалел, что я поехал сюда. Да? Армысыздар достар, мен дәл қазір Қарағаш демалыс орнында отырмын. Бұл Қарағанды облысы Осакаровка ауданына қарасты Бұйратау табиғи ұлттық паркінде орналасқан демалыс аймағы. Мені бұл жерге Қонысов Бауыржан атты кәсіпкер шақырды. Ағамыздың айтар әңгімесі уәжі бар екен. Олай болса, бірге тыңдайық. Мен Қонысов Бауыржан Құсайынұлымын. Осы ЕП-нің басшысымын. ЕП-нің аты Назира. 2020 жылы Бұйратау ұлттық паркі тендерін ойнатып, сол тендерді осы мен ұтып алдым. Содан осы жұмысымды бастадым. Үй құрдық туризмді дамытуға. 49 жылға договормен алдым осы жерді. 2 жылдай құрылысқа уақыт кетті. Кредит алдық, қарызға кірдік дегендей. Жалпы жұмсаған сомаңыз қанша? 70 миллионға барады. Оның ішіне осы 2 қабатты үй-жай, сосын мынау тартқан электрді тоғыңыз кіреді? Да. КПП кіреді, мойша, осы үйдің құрылысы, ішіндегі заттар, мебель бәрі кіреді ғой. Қанша адам бар? Ыдыс-аяқ. Бір мезгілде қанша адам тоқтай алады? 15 адам деп ойлаймын. Енді қазіргі сіздің мәселеңіз не? Неліктен шаруаңыз дөңгелеп кетпей жатыр? Енді мына ұлттық парк бізбен договорды расторгает. 1-2 документ дайын болмаған үшін. Ол документтің дайын болмағаны, қалғаны дайын енді. Ол как раз коронавирус болған уақытта сол документтер істелмей қалды. Қаражат болмай қалды. Енді оның бәрін түсінуге болады ғой. Сонымен сотта мировой соглашениеға келгенбіз. Сол мировой соглашениеға келгеннен кейін бұлар жаңағы уақыт берді. 1 июльға дейін. 2024 жылдың 1 июльға дейін. Шілде.
Оған оны қоймай, бұлар 17 талап беріп отыр. Одан мен бас тартып тұрған жоқпын. Бұл документ істеуге, бірақ менің уақытым жетпейді. Мен құжаттарды тапсыруды бастап кеттім. Жаңа проектировщикта сол кісімен кездескенде ол кісі айтты: "Мына уақытқа дейін үлгермейсіз. Бұған ұзақ уақыт керек, жылдың аяғына дейін." Оған Бюротау келіспей отыр, иә? Оған келіспей отыр. Яғни сіздерге осы тамыз, август айының нешесінде мына жерді босат дейді? Ішінде. Босат деп отыр. Босатпасаң, бұл Наспаркқа кетеді деп отыр. Жалпы осы үшін сіз жылына қанша салық төлеп отырсыз Бюротауға? Наспаркқа 700 мыңдай. Алдын ала брондап тапсырыс беретіндер бар ма? Бартын, оның бәрін ақшасын қайтқанда кісілерге айттым, осылай болмай жатыр. Ол кісілер ренжіп, осылай келісіп едік қой сізбен, осы жерге келейік деп, құдалық, біреудің туған күні. Енді осы мынау мен көріп отырмын, Бюротау ұлттық табиғи паркінде дәл осы сіздікіндей демалыс аймақтары бар ма? Әлде осы жерде осындай бизнеспен сіз ғанасыз ба? Тағы көршілес жерлерде тағы осындай бизнеспен айналысатын адамдар бар ма? Мұнда жоқ. Осы жалғыз. ПСД жоқ дейді, ресми. Бар. Сөзді документтер мұны бар. Барлығы заңды, барлығы бар. Барлық заңды. Мировой соглашение бар. Архитектурный проект. Экспертиза. Газпромстрой. Мировое соглашение. Договор міне. Мынау әлгі 49 жылдың договоры ғой, иә? Бұл кісілер енді айтуынша ПСД жоқ деп отыр. Мен ПСД. Міне мынау Мойшаныкі. ПСД 2021 жылға. Мынау үйдікі. Ол кісілер өздерінің захватное отношение бұны тіркемеген. Ол кезде жібек істейді. Сол кісіге тапсырған болатын. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев осы туризмді дамыту керек дейді. Мен де президенттің саясатын қолдаймын, бірақ құжат тапсыру кезінде кедергілер өте көп. Генпланда жаңағы не бар? Септик. Сол септиктің өзін бұл кісілер дұрыс емес деп жатыр. Мен енді туризмді дамыту үшін мына келген кісілерге жағдайларын жасау үшін септикті жасау керекпін ғой. Міне осы үйге свет тарту халықтың жағдайын жасау үшін кісілердің. Міне трансформатор свет тартылды. Енді мына трансформатордың бағасы 3,5 миллион, одан 8 столб. Бұның бәрі генпланға кірілген. Ал енді міне біздің жағдай осылай болып тұр. Міне мына осы үйді 3 августқа дейін бұзу керек деп жатыр. Енді мен Қазақстан президентінен көмек сұраймын. Қасым-Жомарт Тоқаевтан маған жылдың аяғына дейін уақыт берсе, мына енді үйді бұзуға даже қолым бармайды. Мынау міне Мойша. Мен ойлағам мына жерге арғарай жұмысымды жалғастырып, мына жерге детский площадка істеймін деп. Сол үшін міне сол себептен көмектеріңізді сұраймын енді. Маған бір уақыт берсе, жылдың аяғына дейін сол документті істеуге уәде. Сол уәдемде тұрмасам, осы үйді өзім-ақ кеп бұзып тастаймын. Сол себептен енді сол көмек уақыт берілсін маған.